Вин Дизель, американдық киноактер, өзін белгісіз секірушіден бірінші дәрежелі Голливуд жұлдызына айналдыра алды. Жанкүйерлер бұл харизматикалық орындаушыны Арман фабрикасының ең танымал тазбашысы деп атайды. Әріптестері оны тиімділігі мен шығармашылығы үшін бағалайды. Суретші камерада да, өмірде де өзін ұстауға тырысады. Балалық және жастық шақ. Вин Дизель Калифорния штатындағы Аламеда округінің тумасы. Форсаж жұлдызы 1967 жылы шілдеде егіз ағасымен бірге дүниеге келген. Суретшінің шын есімі Марк Синклер, бір қызығы, ағайындылардың сыртқы түрі де, мінезі де мүлде бөлек. Ұлдар 3 жасқа дейін анасының тәрбиесінде болды. Марк пен Паул өздерінің туған әкелерін ешқашан көрмеген. Актердің ұлты күні бүгінгі дейін жұмбақ күйінде қалып отыр. Дизель жартысы итальяндық, жартысы афроамерикалық деген теория бар. Басқа мәліметтерге қарағанда оның тамырында неміс, ирланд, мексикалық және доминикандық қан араласқан. Марк пен Полдың анасы үйленіп, отбасында кіші ұл мен қызы болды. Ирвиннің өгей әкесі университетте актерлік шеберліктен сабақ берді және театрды басқарды. Бұл болашақ суретшінің актерлік өнерге деген қызығушылығына әсер етті. Бірақ Марк кездейсоқ сахнаға шығып, сахнаның артында достарымен ойнады. Сахнада театрландырылған репетиция. Жазар ретінде режиссер балаларға спектакльді рөлдер бойынша оқуды өтінді, тек Синклер ғана үлгерді. Дизель актерлік дебютін «Динозаврдың есігі» қойылымында жасады. Қол шапалақтау басылғаннан кейін, жігіт өзінің болашақ өмірбаянын кейіннен 17 жасқа дейін жетілдірген актерлік өнермен байланыстыруды шешті. Бір мәселе атақтыны жас кезінде ренжітті. Марк тез өсті, бірақ құрдастарымен салыстырғанда ол өте арық болды, сондықтан ол құрт лақап атын алды. Уақыт өте Вин Дизельдің келбеті өзгерді. Жаттығу залына үнемі барудың арқасында оның бұлшық еттері айқындалып, жігіт жетілді. Бойы 183 см, салмағы 100 келі болатын бодибилдингті ескі қорлайтын лақап атпен атауды ешкім ойлаған жоқ. Жаңа мүмкіндіктерін пайдалана отырып, Марк Манхэттендегі Tunnel түнгі клубында серуенші болып жұмысқа орналасты. Бастапқыда жігіт брейк-денсерлік мансапты армандады. Бұл қыздармен танысудың ең оңай жолы болды, бірақ олар оны тек күзетші ретінде жұмысқа алды. Мұнда жас жігіт 3 жыл бойы шашын таратып, шашын қырып, атын Вин Дизель деп өзгертті. Сонымен бірге ол Хантер колледжінің студенті болды. Онда ағылшын тілі мен классикалық әдебиетті оқыды. Сонымен бірге ол болашақта рөл атқаратын сценарийлер жазды. Дизельдің өмірі ерекше рөл атқарады. 1987 жылы 20 жасында Вин Дизель Голливудты жаулап алуды шешті. Басында Арман фабрикасы бұрынғы күзетшіге салқын қарады, бірақ ол үмітін үзбеді. Фильмдер. Вин Дизельдің кино мансабы 1990 жылы Оскарға ұсынылған Оянулар драмасындағы шағын рөлден басталуы болды. Күткендей, шабыттанған Дизель өз сценарийін жазуға кірісті. 5 жылдан кейін актер оның негізінде көп жүзді фильмін түсірді, онда ол өзіне басты рөлді берді. Фильм Каннда көрсетілді, бірақ ол марапаттарға ие болмады. Соған қарамастан бұл бірінші табыс болды. Екінші жарқын премьерасы өз сценарийі бойынша түсірілген Қаңғыбастар фильмінен кейін Вин Стивен Спилбергтің өзінен қатардағы Раянды құтқару жобасына шақыру алды. Осы сәттен бастап Голливудтың жаңа жұлдызы қатысқан фильмдер бірінен соң бірі жарыққа шыға бастады. 2000 жылдардың басында Вин Дизельдің фильмографиясы сенсациялық фильмдермен толықты. Сингла, Dodgeball және Fast and Furious. Дизельдің ақысы қазір миллиондаған болатын. Соңғы франшизадағы жұмыс кейіннен көптеген жылдар бойы суретшінің басты назарына айналды. Риддик шежіресі премьерасы 2004 жылдың жазында өтті, бірақ фильмнің шығуы үлкен табысқа жете алмады. Алымдар. Және бұл жұмыс үшін Вин 2005 жылы ең нашар актер номинациясында Алтын таңқурай сыйлығына ұсынылды. Сонымен бірге суретші таз күтуші, арнайы тапсырма комедиялық отбасылық экшн фильмінде пайда болды. Сахнада Дизельді қызықты эксперимент күтіп тұрды, бірден 5 бала актермен ынтымақтасады. Дизель сонымен қатар танымал сиквелдің 4-ші, 5-ші және 6-ші серияларындағы Доминик Торетто ретіндегі ең жұлдызды рөлін қалдырған жоқ. Блокбастер Форсаж. Айтпақшы, Ресейде басты кейіпкердің дауысы жылдар бойы өзгерді.
Бастапқыда кейіпкерді Алексей Мясников айтты, ал 4-ші бөлімнен оны еліміздің ең танымал темірлерінің бірінің иесі Сергей Чонишвили алмастырды. 2015 жыл Голливуд жұлдызының жанкүйерлерінің есінде Брек Эйснердің соңғы бақсы аңшы жобасымен есте қалды. Онда Вин Дизель Роуз Леслимен бірге басты рөлді сомдады. Бұл қалалық қиял және сонымен бірге шытырман оқиғалы фильм. Суретші экранға шығып қана қоймай, фильмнің продюсері ретінде де әрекет етті. 2017 жыл жұлдыздың жанкүйерлері үшін тосын сыйларға бай болды. Дизель бірден 3 жаңа фильмнің шығарылымы туралы хабарлады. Return of Xander Cage фильмінің жалғасы, Guardians of the Galaxy Vol. 2 және Шарлиз Теронмен ыңғайсыз сүйісу сахнасымен ерекше көзге түскен Форсаж фильмінің 8-ші бөлімі. Түсірілімнен кейін бұл сәт батыстық шоуларда әр актермен бөлек талқыланды, содан кейін белгілі болды. Бұл Дизель Шарлизге қарағанда бұл көрініс жақсы жасалған деп ойлады. Актриса оның кейіпкері өлі балық сияқты қатып қалуға мәжбүр болғанын, және ол оны сүюге мәжбүр болғанын атап өтті. Экшн фильмнің 8 бөлімінің түсірілімі де қарым-қатынастың шиеленісуімен сипатталды. Ер актерлер Дизельдің Дуэйн The Rock Джонсонмен сиреті камерадан тыс жерге түсіп, әлеуметтік желілерге және баспасөзге жол тартты. Басты рөлдегі актер жанжалға философиялық көзқараспен қарап, альфа болу оңай емес екенін, әсіресе түсірілім алаңында олардың екеуі болса. Вин Дизель Форсаж, шпион жарысушылар сериалында жұмыс істегенде дубляж актері рөлін сомдаған. Мультфильм Доминик Тореттоның немере ағасы туралы баяндайды. Ол да жарыстарға қатысып, үкіметпен ынтымақтасады. Жеке өмір. Бұлшық ет сымбатты жігіт ешқашан жанкүйерлерінің жетіспеушілігінен зардап шекпеген. Вин Дизельдің жеке өмірі көптеген істерден тұрады. Есімдері Голливудта кеңінен танымал сұлулар. Оның таңдаулылары бір уақытта актриса Мишель Родригес пен модель Паула Харпкова болды. Вин Дизель жеке бақытын тағы бір ару, мексикалық модель Палома Хименеспен тапты. Қарапайым әйел күйеуіне 3 бала берді. 2008 жылдың сәуір айында ерлі зайыптылардың Ханя Райли атты қызы болды. 2010 жылдың күзінде оның әйелі атақты күйеуінің ұлы Винсент Синклерді дүниеге әкелді. 3-ші бала Полин 2015 жылдың наурыз айында дүниеге келді. Вин Дизель қызына марқұм досы Пол Уокердің есімін берді. Актер отбасы мүшелерін жетім өрдің артына жасырмайды. Оның әйелі, балалары және жақын туыстарының суреттері кино жұлдызының Instagram және Facebook парақшаларында жиі жарияланады. 2016 жылы Return of Xander Cage фильмін түсіру кезінде Вин Дизель өзінің серігі Нина Добревпен кездесті. Әйгілі адамдардың арандатушылық фотосессиясы жанкүйерлерді олардың қарым-қатынаста болғанына сендірді. Кейінірек актерлер жай ғана жақсы сөйлесетіні белгілі болды. Фильмдердегі кейіпкерлері туралы идеялармен таңылған қатыгез мачо бейнесі суретшінің жауапты әке және отағасы болуына кедергі келтірмейді. Вин Дизель қазір мамандықтағы атақ даңқ пен тәжірибе актерді жұлдыздарды бағындыру жолында одан әрі алға жылжытуға итермелейді. 2020 жылы Bloodshot комикстерінің кинобейімделуінің премьерасы өтті. Онда ол аттас кейіпкердің басты рөлінде бұрынғы әскери адам қазір өлтіру машинасында пайда болды. Форсаж 9 фильмінің шығуы 2021 жылдың маусым айына жоспарланған болатын. Түсірілім кезінде Вин Дизель өзінің 52 жылдығын атап өтті. Достары бұл күні өнер иесіне сыйлық табыс етті. Қымбат сыйлық қозғалтқышының қуаты 1650 болатын Tantrum автокөлігі. Бірге. Франшизаның кейіпкері өз кезегінде мақтанатын нәрсеге ие. Доминик Торетто кадрда керемет көлікті, бапталған Dodge Charger Cert Hellcat айдап келе жатқанын көрсетеді. Жанкүйерлер актердің жағымды, барқы дауысы бар екенін бірнеше рет байқаған. Жанкүйерлердің өтініштеріне жауап берген Дизель өзінің жайлы аймағынан шығып, әндер шығара бастады. Бірінші сингл Feel Like I Do композициясы. Позитивті би жолының музыкасын норвегиялық диджей Киго жазған. Вечерний Ургант шоуы шараны назардан тыс қалдырмай, келесі қадамда екенін атап өтті. Жаңадан шыққан әншінің туындысында дуэт орындау болуы керек. Вин Дизель де Аватар ғылыми фантастикалық фильмінің 2-ші бөлігінде өнер көрсетеді. Суретші Instagram желісінде Джеймс Кэмеронның суретін жариялады. Директор туралы.
Вин Голливудта әлі жұмыс істемеген жалғыз режиссер ретінде түсініктемелерді атап өтті. Фильм 2020 жылы басталуы керек еді, бірақ премьерасы 2022 жылдың қысына ауыстырылды. Дизельдің кейіпкері адам болады деп болжануда, өйткені осы уақытқа дейін 3 сюжетін жасау жұмыстары аяқталды.